Сәлем достар! Сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Менің есімім Али. Ал менің есімім Әділ. Бүгінгі видеода достар бізде шолу болады. Бірақ біздің шолудың ең қызықты позициясы ол әлемдегі ең ащы попкорн. келесі бізде осы Гиннес рекорд кітабынан, ол кітаптың өндірушілері осындай чипсылар шығарды. Мен білмеймін, солай ғой деймін енді. Айтур сөйтіп жазылып тұр мына жерде. Біз сондай оймен алдық негізі оны. Бізде кішкене бүгін аниме тематика кішкене болады видеода. Өйткені бізде осындай Саске, осындай не. Нарутодағы рамен естерінде бар ма? Соны бүгін біз дайындап көреміз. Және кім Барутоны көретін болса, Кавакиді кім көрді? Осындай Кавакидің любимый тамағы таяки болады бізде бүгін. Осындай. Осы таякидің дәмін көргім келбейді. Ол мен ойлағам басқандай бірден кетеді. Және шөлдемес үшін осындай кореялық сусынды алдық. Лайктарыңыз достар тезірек басыңыз. 600 мың подписчикке тез арада жетейік. Қызыл подписаться батырмасына осылай басыңыз, тіркеліңіз, ал біз бастаймыз. Давай, как всегда, ең қызығын соңына қалдырайық. Мынаны дайындап қояйық. Қазір просто су құйып қойсақ ішіне, ана не болып кетеді бар ғой, езіліп кетеді ішінде бәрі. Давай оны предпоследний көрейік. Мынаның алдында. Ал қазір мыналарды көрейік, е? Давай. Алдымен мына чипсының дәмін көрейік. Мен білмеймін, бұл ащы ма, бірақ мына жерде Rich Chili деп жазылып тұр, Guinness деп жазылып тұр. Мен білмеймін. Прикинь, қазір ең ащы болып қалса, не істейсің сонда? Жейміз, не істейміз? Ескеш? Опа-па. Мынау ащы болайын деп қой. Ішіндегі көрінісі міне мынандай. Мынандай. Міне осындай Гиннес рекордтардың чипсинасы. Оларда өзінің инстаграм бар екен үшін мына жерде. Love Guinness, собачка. Эй. Бар. Тыстай салайын ба? Ей, мен сен қасы тыстай салам. Сімне? Мынаны біз 1150 теңгеге алдық. Дәмі мен өмірімде жеген ең нефтему чипсы. Жарайды, дәмі жаман болсын. Хотя бы ащы болса болды ғой. Мына даже ащы емес қой. Мына даже қытырламайды, байқадың ба? Күйген дәм бар, е? Не, бар. Слушай, вообще онша емес. Онша емес деп жеп жатырмыз, е? Жоқ, просто біз полный, объемный дәмін көру үшін, е? 1, 2, 3, осылай. Онша емес. Қараңызшы, мына күйіктерді мына жердегі специялар деп ойлағам, бұрыштар деп ойладық, бірақ мынау просто күйген вкус екен. Кайф, е? Таяки деген, Барутода Каваки деген персонаж бар, Барутоның досы. Кім білмейді, Кавакидің ең ұнататын тағамы осы таяки деген нәрсе. Бұл Печенька ма? Пұсташ, печенька сияқты бір бәле. Мен білген бұл кондитерский бір тәтті бірдеңке японский деп. Енді ашып көрейік дәмін, не? Ух ты! Қазір. Прям мынау рыбка кәдімгі. Жапондық печенька. Ана иісі? Біздің вафелькалар, е? Жо, вафелька емес ма? Мұрын тигізбеш па? Сен не істейсің, е? Мәме сенсің. Нан ұрсын, көзінен жана көрдім, е? Тура қарш. Бұлай тигізді маған қарап қояды. Деп реакция бола ма деп? Жоқ. Козелсың ғой. Ішінде типа нутелла сияқты бірдеңкесі бар. Иә. Типа бізде анандай сгущенный орешектер болады ғой, соны ұқсас па? Маста. Іші осындай пористі, күшті, иісі деген керемет. Интересно, мынаны қалай жасаған сонда? Так, өкініп қалмай ғали жена. Давай. Ас болсын. Прикольно. Дәмді. Енді мен білем не үшін Каваки мынаны жақсы көреді. Ана супер воздушный ғой, супер воздушный. Сыртындағы вафелькасы воздушный. Ішіндегі начинкасы Порист. прям тоже бір мынандай воздушный болып тұр ғой, жұмсақ. Мынаның бағасы 1500 теңге, білесіңдер ме? Жаңағы бір жеп қойған нені печеньканы. Бәр печенька 1500 теңге. Қалада орташа донерді алса болды осы бағаға. 1, 2, 3. Дәмді. Өте тәтті. Ана ерекше еді. Ішіндегі сонысында упаковкасына қарап, сыртында ана рыбкасы жазылып, сыртында балық жазылып,
қойшы жерде. Мынау бізде осындай содовый, blue raspberry дейді. Синий черника ма, ежевика ма, бір бәле сондай. Айтыр бір жидек. Супер қышқыл сияқты болып тұр түрі. Содан алдық. Иісі Мощный. базар жоқ ну. Чисто ягодан иісі шығып тұр бар ғой. Бағасы 1390 теңге екен. Иә, 1400 ғой, короче. Бірақ тура ана жидек қой. Малина ғой, малина. Малина қазақша қалай? Балбырау. Стаканымды бірән әділ. Тоғал, құй алмасын, маған айтса құйып берем ғой. Не қараңыз? Түсі керемет. Түсі қандай ерекше болғанмен, дәмі де, ой, иісі де сондай ерекше. Чо, көрейік па? Базар жоқ. Не қышқыл, е? Қышқыл. Егер лайктарды жақсы қойсыңдар, осындай напитоктар оказывается көп, осындайдың барлығын алып аламыз да үлкен обзор жасаймыз. Бағасы сөзсіз жоғары болады. Иә, сразу былай. Дәмі, иісі, түсі, сырты, бәрі жақсы, керемет осылай. Иә. Еще газдалған, еще прикольно. Так. Мен негізі нешінші жыл Нарутоны көре бастаған есімде жоқ. Бұрында мектеп кезінде оқып жүрген кезде көрдік. Сол кезден бері Нарутодағы раменді мен жеп көруге, ол менің арман болды, шын айтайын. 3000 теңге ғой, 3000. Кішкентай өзі 3000 теңге. Бірақ енді дәмі жақсы деп ойлаймыз. Но мен алған ең қымбат доширак білесің бе? Иә, мен де сондай бірінші көріп тұрмын. 3000 теңгеге. Қараңыздар. Ол не ішінде? Бірдеңке көйті, бір жыртып жіберейін. Шаринга. Мынандай саски, үлкен саски. Чиби саски тұр. Чиби саски я еще. Сонымен қатар қараңыздар, учихалардың таңбасы тұр. Және мұнда шаринган тұр. Шаринган и еще ана... Не үшін мына жерге нені салып қойды? Черное облако. Типа Акацукида. Акацукиға отсылка ма? Мына жерде бізде не деп жазылып тұр. Давай көрсет. Аллергенный состав, пакет морепродуктов, сублимированные креветки. Короче, мына жерде морепродукты ғой ішінде получается, чаша рамена, паровый вкус морепродуктов. Мен балықтың дәмімен қалай жеймін без? Маған ұнайды. Ух ты! Мына жерде какой-то QR-код бар. Так, мынаның ішіндегі заттарды көрейік. Ішінде вилкасы бар осындай. Бәсе бір какой-то пластиктің дауысы естілді. Вилкасы орташа. Енді мынандай, шын айтайын, вилкамен ешкімді қызықтыра алмайсыз. Биг Бонның өзінде осындай вилка бар. Так, мына жерде бір какой-то порошок. Мына жерде кунжут және нелері. Зелень. Мына жерде какой-то бір... Мына жерде креветка ғой дейміз, сублимированный. Так, мына жерде тоже бірдеңке. Чо, ашып көрейік па? Давай. Так. Дай. Ручная лапша дейді мынаны. Кеспесі осындай көрейік. Ішінен осындай 4 препарат шықты, бірақ менің ойымша әлі бұл 4000 теңгеге тартпайды ғой деймін. Мынау бізде не дейді? Ручная лапша дейді. Так, ручная лапша. В рамен дейді. Мына жерде. Ичирин дейді. Ичирин. Ичираку емес болсын ше? Ичираку деген мүмкін, может быть, ичирин деген какой-то бір неден, ингредиенттен не жастай салынған. Прикольно. Но немене. Ручная лапша дейді. Бірақ спагетти дейді. Спагетти рамен дейді. Мен жина мына жерінде осының нәрсені байқап қалдым. Қараңыздар. Түрту керек па бұны? Түрт көрейші? Просто не үшін? Саскин бетін жұлып тастадық. Жұлыңдар деп өздері істеп қойды. Или суды көремін мына жерден. Да, точно, по идее. Короче, суды мына жерге дейін құю керек, полоска бар. Менің ойымша бұл Сакураға арналған тамақ, өйткені былай фоткасын жылып аласың, Саскиға қарап отырып тамақ жейсің. Менің ойымша бір какой-то морепродукт. 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 Мына жерде жүгері и какой-то... Есі қандай жақсы.
Не екен. Прикольно. Ана, Наруто негері, редискалары. И креветкалар. Кішкентай креветка ғой мынау қарасай. Кішкентай креветка. Ой, надо креветка деп айтса бола ма вообще? Дәмі нормальный болу керек. Менің ойымша. Хотя бы ащы болса жақсы болады. Иісі мынадан келеді ғой, получается, скорее всего, бізге қазір. Құяй қосылай. Ана линиясына дейін құяйын. Я. Все, стоп. Біздің шайнектегі құйған суымыз суып қапты. И содан біз микроволновкаға барып соны жылытып келдік. Иісін көрейік. Сен баға. Иісі шының. Ужас. Онша емес екен иісі вроде. Не істейік, жик па енді? Чисто балықтан жасалынған нәрсе сияқты ғой. Рыбный суп сияқты анандай аты қалай еді? Ухаға ұқсайды, уха. Бірақ тым жаман деп айта алмаймын да мен. Мен ойлағам, типа Нарутоның мультигіндағы рецептпен может істеленген ба деп. Құсқым кеп тұрған жоқ. Бірақ балықтың иісі, балықтың дәмі маған ұнамай тұр. Кәдімгі бигбон, бірақ бигбонға анда анчоустарды салып жерсең, кептірілген тура осының дәмі шығады. Мына жерде получается просто мына сырту үшін көбінесе төрейсің. Менің ойымша. Чисто маркетинг, таза маркетинг. Бірақ біз әлі білмейміз мына немен QR кодпен не істесе болады. Мүмкін шынымен какой-то сайтқа тіркеп бірдеңке істесе болады. Жоқ, ана несі қайда? Кішкентай балығы болды ғой. Ой, несі? Креветка. Креветкасы қайда? Білмеймін. Тем более бағасына қарайтын болсақ, мынандай бағаға мынандай нені берген несі? Хотя бы острый қылып, бір ерекше қылса болады ғой, рыбный қылып саған несі? Орташа бульон, орташа емес, жаман бульон шынымды айтайын. Бағасын қояйық па? Бәр. 2, 3. Жаман. Так. Мынау бізде попкорн болып тұр. Артында қараш, мен байқағаным, артында бір қызықты момент көрдім, мына мужик. Ух ты, қара приправамен отыр. Уже мынау бір бәлес. Мынау уже pepperking.com дейді. Hot as hell дейді. Нифига себе, короче. Тозақтың ыстығы, короче. Тозақтың ыстығы деп жазылып тұр. Тозақтың ашылығы деп. Ал, сыны көрейік. Міне іші кәдімгі осындай попкорн. Бірақ қызыл бұрыштары бар. Иә. Мынау 2300 теңге тұрады екен. Хабанер ащы бұрышымен істелінген. Түбінен, подожди, тұрды. Здеп тұрды, ең. Давай, көрейік. Ашылық. Ашылығы аузында емес, тамағына сразу кетіп қалады, иә? Тура мұнда кетеді. Ащы лапша, ащы чипсы, сондайлар жеген кезде сен аузын ашылыққа үйреніп тұрады да. Бірақ мына жерде попкорн болғаннан кейін аузындағы ощущение ашылық кішкене басқандай келіп. Бірақ дәмді, иә? Жоқ, иә. Бірақ мынаны көріп, мынаны жеп отырып, бірақ кино көре алмайсың, шын айтайын. Кино жайлы ұмытып кетесің ғой, мынаны жеп атқан кезде. Басында қатты ашы болады. Деп қаласың да, потом кейін үйренеді екенсің. Ащы бульдог бар ғой. Ол мерзкий ащы ғой. Мынау дәмді ащы. Дәмді ащы. Мен ойымша мына жерге кішкене тұз сепсең, прикольно болушы еді. Кішкене тұз жетпей жатыр. Вообще нифигово болушы еді. Бірақ ащы заттарға төзімді адамдарға мүмкін бұл ұнайтын шығар даже, иә? Бірақ ащыға үйренбеген точно мына адамдарға жей алмайды осыны. Иә, бір күні челлендж жасайық па осындай попкорнмен. Саған бір пачка, маған бір пачка. Кім бітіреді? Жақсы идея. Осы видео тез арада 20 мың лайк жинайтын болса, әдекем сразу осындайды барып алып, келесі видеода уже осыны жеп жарысатын боламыз. Су ішіп қойма жейтін мен. Су ішіп қойма мен? Офигеть. 1, 2, 3. Міне, дәмі тема. Ашылығы тема. Азар жоқ. Мысалы сыртында жазылып тұр, ашы попкорн деп,
шын мәнінде ашып болып қалды. Бетін көріп тұрсың да терлеп кеттік біз. Міне қараңыздар, қалай терлеп кетті. Шымшып жіберетін ашшылық емес. Күйдіретін ашшылық. Мысалы біз жеп болдық, уже 2 рет мен суды іштім, әлі аузымда ашып тұр. Әлемдегі ең ащы деп айта алмаймын, бірақ дәмді, қатты ашы, е? Е, кішкене мына жерде изжога басталайын деп тұрған сияқты сезімді істейді, байқадың ба? Мінекей достар, естідіңіз, осы видео 20 000 лайк жинайтын болса, Али екеуміз тура сол күні сразу барып осыны сатып алып, су ішіп қоймай істейтін боламыз. Сондықтан бүгінгі видеоға лайк басыңыз. Әдемі пікірлерді қалдыруға ұмытпаңыздар. Ал бүгін сіздермен болған мен Әділ, Али, бүгінге осы пазлға жазыл. Все.